Осы Қазақстан мұсылман діни басқармасының ұстанып келе жатқан ұстаным біздің ата-бабамыздың ұстанымы. Ал біздің ата-бабамыздың ұстанымы ол пайғамбардың ұстанымы. Пайғамбардың ұстанымы Алланың жақсы көрген діні ол. Құрметті бауырлар, демек біздер ай жарықты адасуға ешқандай жол жоқ. Осы Ханафи бағытынан, ақидасында немесе шариғатынан бөлек нәрсені біреу алып келеді екен, оны қабылдамауға шақырамыз, тыңдамауға шақырамыз. Өйткені біздің елімізде қазір 98-де 64% көрсетіп тұр ғой елімізде. Жалпы әлемде қарайтын болсақ, Ханафи мазхабы әлемде мұсылмандар 4 мазхабқа бөлінсе, соның ішіндегі 70%-дан астамы Ханафи мазхабымен жүріп жатыр. Мұсылмандар әлемдегі қалған 30%-ы басқа 3 мазхабқа бөлінеді. Шафи, Малики, Хамбали. Ал соның ішіндегі көпшілік 70% қай мазхаб құрайды әлемде? Ханафи мазхабы. Әлемді алсаңыз да, елімізді алып қарасаңыз да, бұл не? Пайғамбар алейхиссаламның айтқан хадисі осы жерде тұр. Сендер көпшілікпен бірге болыңдар. Бауырлар, демек пайғамбар алейхиссаламның айтып кеткен хадисіне амал істеуіміз керек. Ал дәл осы көпшілікпен бірге болатын болсақ, онда арамызда дін көркейеді, бір-бірімізге махаббат күшейеді. Арамызда ешқандай бөліну деген нәрсеге жол болмайды. Ал мынау кішкентай ғана көрсеткіш 1% да құра алмайтын 0 деп айтып жатырмыз, сондай пайызға қосылатын болсаңыз, біріншіден сіз пайғамбар алейхиссаламның айтқан хадиске амал жасамадыңыз. Екіншіден сіз адасқан топқа қосылдыңыз. Үшіншіден сіз жамағаттың арасында фитна тууға себеп боласыз. Кім жамағаттың арасында фитна тууға себеп болатын болса, пайғамбар алейхиссалам айтады, фитна деген ұйықтап жатқан мақұлық, оны оятпаңдар. Кім оятатын болса, ондай адамға Алланың лағнеті болсын деген осындай дұғасы бар, Алла сақтасын.